Армысыздар, қадірлі көрермендер. Кітап құмар бағдарламасының кезекті шығарылымын өздеріңізге ұсынғалы отырмыз. Бүгінгі түсірілімге қазақ әдебиетінің классикасы көшпенділер романының өзге тілдерге аударылу мәселесі өзек болып отыр. Осыған орай шақырылған қонағымыздың таныстырудың реті келіп тұр. Нұрсәуле Мақсұтқызы Ырсалиева, қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия жанындағы орфографиялық жұмыс тобының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты, аударматанушы. Қош келдіңіз. Енді Нұрсәуле Мақсұтқызы, көшпенділер деген біздің енді қазақ әдебиетінің үлкен классикасы ғой. Бұл енді 1969 жылы алғаш орыс тілінде 3-ші кітап жарық көрді, қағар жарық көрді. Одан кейін енді 1,5 миллион данаменен өзіміздің қазақ тілінде, орыс тілінде де жарық көрді, сосын ағылшын тілінде жарық көрген білеміз. Біз енді біздің бір шығармамыз, біздің бір туындымыз қазақ әдебиетінің мықты туындысы шетел тіліне аударылғанына біз риза боламыз, қуанамыз. Бірақ енді оның сапасы туралы біз бұлай оқырман біле бермейді ғой. Жалпы осы сіздің енді өміріңізге, жалпы шығармашылық ғұмырыңызға бір талай өзек болған екен. Осы жаңағы көшпенділердің аударылу мәселесі туралы бір айтып өтіңізші жалпы. Сосын ары қарай ішіне ендеп кіреміз ғой. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Расында бұл біздің қазақ деген ұлттың бір жатқан үлкен жаңағы этнографиялық шығармасы ғой. Кезінде жаңағы тарихи шығармаларды жазуға, тарихтың өзін жазуға мүмкіндік болмаған жағдайда біздің мінекей жаңағы ұлт жанды ертең ұрпаққа тарихты қалай қалдырам деп қалай да соның ебін тапқан Ілияс Есенберлин бізге сондай аты да заты да қымбат қазақтың бір туар қаламгері осыны әдебиеттің тіліменен қалай да мен осы келер ұрпаққа қалдырайын деп және қиын заманда оны жазғандықтан ол заманды бәріміз түсіндірмесін қажет етпейміз. Сондай ауыр заманда осыны осылай шығару үшін де осы шығарманың ішінде талай осы қазақ деген табиғатқа, қазақ деген бітім болмысқа сай келе бермейтін де талай нәрселерді енгізіп, яғни былай басқаша айтқанда беріп отырып жаңағы шығарған екен. Біз жаман жағында жаман нәрселерді де жаңағы жазып, қыстырып, олай болмағанда жаңағы бір жақты жаңағы жақсы нәрселермен де жазуға болар еді ғой. Кім өзіне өзі жаңағы жамандық тілейді. Сондықтан сондай нәрселерді де жаза отырып берген екен. Сол яғни бере отырып осыны қалдырған екен осы кітапты жарыққа. Сонда енді бұл кітаптың өзінің ішінде де жаңағы қазақтың нақты мысалға келтірейікші, мысалмен қазақтың болмыс бітіміне, мысалға арым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деген қазақта сөз бар ғой. Бұл енді бізге кәдімгі ту етіп ұстайтын жаңағы бір қазақ үшін, қазақ деген абыройды ең бірінші қойған сондай халықпыз ғой. Сонда жаңағы өзінің әкесінің 300 мың жылқысын қайтаруға қыз баланың жаңағыдай арсыз әрекетке барып, оның жаңағы жылқысын әкесін ертең дымы қалмайды ғой деп соны ойлап, сонда жаңағы арды да былайсырып қойып сондай әрекетке барғаны, мысалға ойпырмай бұл қалай болды екен, расында солай болды ма екен деп те кейде адам ойланады. Сонда осындай нәрселерді де жаза отырып, яғни өзінің ішінде де осындай бір бізге жалпы болмысымызға жат нәрселерді жаза отырып шығарылған еңбек қой, енді шығарма ғой. Сонда енді аудармасына келсек, бұның аудармасы енді жаңағы өздеріңіз білесіздер 68 жылы аударылды. Бірінші жаңағы
аударма Морис Симашко біздің қазақстандық өте белгілі шебер қаламгер, танымал қаламгер, жазушы Морис Симашко бұны аударды орыс тіліне. Сонда енді ол кісіге біз сендік қой. Енді ол осы еңбегі үшін Абай атындағы мемлекеттік сыйлықты алды. Сонда енді менің енді мына жазып жатқан, жаңа өздеріңіз айтып тұрсыз ғой, мақалаларымнан жарыққа шығып жатқан әдебиет порталында да шықты деп айтып отырсыз бірнеше рет деп. Сонда содан көріп отырсыздар ғой, неге бұлай болды? Бұл аударманы неге өзінің түпнұсқасындағы, тым құрғанда жаңа түпнұсқасының өзінде де қаншама нәрселер бар еді ғой, соның одан да бетер сондай кісі төзгісіз бір сондай зұлымдыққа барды. Неге барды? Неге олай болды? Деген сұрақ менің көкейімде әлі тұрады. Енді бұл бір адамның ісі деп те түсінгеніміз дұрыс болмауы мүмкін. Өйткені ол кезде жаңағы саясаттың ықпалы да болуы мүмкін. Енді ол өз алдына түсінікті мәселе. Енді бірақ осыншама деңгейде қанды да, қараны да жаңағы жерге ұрып, сондай абыройсыздыққа ұшыратқан аударманы мен өзім енді алғаш кездестіргенімде сол осыншама сондай шынымды айтсам, менің өзімнің қандай күйде болғанымды жеткізетін менің сөзім жоқ. Сөзіңіз аузыңызда осы жерде енді Морис Симашко енді біздің Қазақстанның жалпы өмірін білетін, осы жердің адам болғандықтан да бір қазақтар туралы түсінбейтін басқа бір мәскеулік болса бір жөн еді. Дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде бір сыртқы бір күштің немесе бір идеологияның бір осылай жаса деген әсері ме? Ал жалпы енді қанды да, қараны да сол жағымсыз бейнеде көрсету деген енді Ғапу Қайырбековтың сөзі бар ғой, өзгелердің патшасы жақсы болып, біздің хандар неліктен жаман болған дейтін. Сол сияқты әлде біздің қазақтың хандар болғасын барлығын солай жаман суреттеу сондай мақсат болды ма екен? Енді осыған нақты бір мысалдар айтып бере аласыз ба? Мысалы осы ханды, осындай мысалы Абылай ханды немесе Кенесарыны деген сияқты. Енді әрине. Енді міне жаңағы жарық көрген материалдарда біз 21 тұжырымдама бердік қой. Соның ішінде жаңағы ханды да, қараны да жаңағыдай өте төменгі деңгейде сипаттайтын айтылады. Мысал сұрап отырсыз ғой енді нақты. Мысалға жаңағы Әбілқайыр ханды өзі 17 жасында жорыққа шығады деп айтады. Есенберлин өзінің түпнұсқасында айтады. 17 жасында Хорезмді алуға шығады екен. Сонда Хорезмнің халқы, енді қазіргі Өзбекстан территориясы ма? Олар бұрын ежелден жаңағы алып келіп қойған пілдері болады екен олардың. Жау шапса, сол пілдерді жібереді, жаңағы соғыспайды өздері. Жаңағы пілден жаңағы шапқан жау қашып жоғалады, жоқ болып кетеді деп сондай тәсіл қолданады екен. Өздері жаңағы кескілесіп соғыспайды екен. Сонда сол кезде енді Әбілқайыр жаңағы жер қайысқан қолымен Хорезмге келіп тұрған сипатын айтып жатыр Есенберлиннің өзі. Сонда айтады, анау бұрын әкелген пілден ол жерде 3 ғана піл қапты дейді. Әртүрлі жағдайда сол 3 ғана қалған екен. Сол 3 пілдің өзін жаңа Әбілқайырдың жер қайысқан қолының алдынан жібере салған кезде Әбілқайырдың қолы тым тырақай қашты дейді. Әбілқайырдың өзі де мынандай жануарды көрмеген бұрын соңды қолындағы найзасын жерге түсіріп алды деп Есенберлин солай жазып жатыр өзі түпнұсқада. Енді осыны орысша қалай берекен? Енді орысшада Морис Симашко бұны жаңағы когда увидев этого животного, многочисленные войска Әбілқайыра разбежалось кто куда. Когда сам Әбілқайыр дейді, увидел этого громадного животного, он так струсил деген, енді осында эффекттерді қосады.
он так струсил, что уронил копье и сам упал на землю и убежал пешком, бросив коня. Хорошо, что у него умный конь дейді. Разыскал своего хозяина в свалке дейді. Мұнаның барлығын жаңағы ана жердегі найзасын түсіріп алып деген жетпей қалды ғой. Енді бірақ қазақтың жаңағы жау жүрек, қол бастаған жаңағы ер жүрек ханға, басқа жаңағы қол бастаған батырларға ол жаңағы найзаны түсіріп алу деген жеткілікті. Найзаны жерге түсіріп алу деген ол оны ары қарай құлатып, оны қашырып, жаңағы неден қашып бара жатқан бәрін көзге елестетіп күлкі болу үшін солай істеп отыр ғой. Сосын жаңағы жануардың өзін адамнан ақылды санап отыр. Хорошо, что у него умный конь дейді, разыскал своего хозяина в свалке дейді. Көрдіңіз бе сонда? Осы жерде тағы да мен бір қоса кетейін. Мынау сіздің осы шырылдап осы көшпенділер романының қате аударылуы, жаңсақ аударылуы жөнінде шырылдап жүргеніңізді біздің белгілі қазақтың қаламгерлері, академик жазушылары үн қосқан екен. Соның ішінде Қаббас Қабышев ағамыз айтады, көшпенділер марқұм Морис Симашко аудармасының ауласынан шығып кетіп, автор сөзін аракідік түзетіп енгізіп те, өз төтесінен қосымша жазып та асыра сілтеп жіберген көрінеді дейді. Жаңағы сіздің айтып отырғаныңыз жаңағы қорқып кету, астындағы мінген атынан да жаңағы ақымақ сондай жерге жата қалып деген сияқты орыс тіліндегі мәтіндегі жағдайларды осы Қаббас ағамыздың жаңағы айтуы келіп тұр бұл жерде. Бізге қажет дейді бұл кісі. Нұрсәуле дабыл қаққалы 1 жыл болса да көрпесін қымтана берген жазушылар одағы Ілияс Есенберлин атындағы қор тезірек оянып, Ырсалиеваның мақаласымен, ондағы 21 тұжырыммен танысуға тиіс. Сірә бізде түсініксіздік меңдеп бара жатыр осы дейді. Енді осы жаңағы жерде жазушылар одағы бір шешім қабылдаса, былайша айтқанда мәу десе дейді ғой енді қазақша. Жаңағы Есенберлин атындағы қор тезірек оянса деген бір осындай бір ой айтқан екен. Осы қазір қалай енді негізі? Сондай бір жаңағы әлде жартасқа бардым ба? Бір қозғау болды ма дейсіз ғой енді. Бұл Алла разы болсын, осы Қаббас Қабышұлы ағам ең бірінші осы мақалаға бірден реакция беріп, өзінің жаңағы ізін ала, бірден жаңағы қазақ әдебиеті осы газеттердің беттерінде пікірлерін жазып, өзінің жаңағы кәдімгі осыны көріп, мен қалай жаңағы шошындым, дәл соны солай сезініп, ол кісі де өзінің жаңағы пікірін берген кісі, соған сондай бір разы болдым өзім. Бұл кісі көрдіңіз бе, 1 жыл болса да деп отыр ғой. Әлі оған селтетпей отырмыз ғой деп, соған өзінің қарны ашқанын айтып отыр ғой. Бірақ қазір бізде 1 жыл емес, бұл 5-ші, 6-ші, 7-ші жылдарда енді көп шыққан кезі. Содан бері қарай санасақ неше жыл болып қалды өзі? Енді одан кейін 8-ші жыл мынау роман шықты. Мына жерде тұрған романдар енді 98, одан бері бұл өзі бір 10 жыл сайын жуықта осы көшпелерге байланысты тағы да шықты міне. Осы қателіктер, осы жаңсақтықтар енді орыс тіліндегі соғалпы әлі келе жатыр. Орыс тілінде де соғалпы, орыс тіліндегі аудармасының әдемі аудармасы, жаңағы Олег Чоракаев деген аудармашы, ресейлік ғалым, техника ғылымдарының кандидаты екен. Кәдімгі тілі өте жатық, мен неден көрдім, жаңағы іздеп бұл кім, қайда, бұл қандай адам бұны аударған деп те іздеп көрдім. Сондай ресейлік аудармашы екен, Олег Чоракаевтың әдемі аудармасы. Енді осы бұлардың ешқайсысына да қарамастан біздің қоғамда бір енді осы айналып келгенде бір жүйесіздіктің салдары ма, жаңағы әдепкі бастапқы сол қалай шықты, соған әлі оралап, біз алақайлап әлі шығарып жүрміз ғой, еш нәрсеге қарамай. Жаңағы өзіміздің, былайша айтқанда, енді ұятқа қалдырып тұрған, өзімізді ұятқа қалдырып тұрған нәрсені, соған біз қаржы төгіп, құйып қаржыны, одан әрмен қарай шығарып жатырмыз ғой. Сонда жаңағы Абылай хан деген біздің ең көрнекті ханымыз деп отырмыз. Арғыларын енді Керей Жәнібекке дейінгілерді айтпай-ақ қояйық. Сол мақтаған Абылайымыздың өзін оқығанда дүниежүзінің ең
үлкен жұмысшы тіл, ағылшын тілін білетін адамдар оқығанда қазақ деген халық сонда қалай осы осы деңгейде қабылдайды, ұлттық намысымыз қайда дегенді сіз айтып шырылдап жүрсіз ғой. Осы жерде Ғаббас ағамыз мынандайды да көрсетеді. Енді өзіңіз де осыған тоқталып отырсыз ғой. Мысалы Бонақ, Қотан, Шеруқан, Кончак, Сүрбөрі, Құнама, Көбек, Торсық, тағы басқа Қыпшақ хандарының есімдерін түгелімен множество других ханов деп кейде бір айтылатын жерлерді тұжып та тастай салады. Осы туралы бір айтсаңыз. Сол енді бұрмалаушылық деген енді бүкіл жаңағы шеберлікпен жасалған ғой. Ол ұсақта жерді жаңағы жібермеген мүмкіндікті және үлкен мүмкіндікте жібермеген бар күшті салған ғой, шеберлік салған ғой. Осы қазақты ұятқа жермен жексен қылып, сондай бір жер жастандырып деген сөз бар ма қазір? Жер жастандырып аударған, аударма деуге болмайды ғой, енді қайтадан жасалған, жаңа ағылшынша rewritten, қайтадан жазылған нәрсе болып тұр ғой. Сонда жаңа Абылайды айтып отырсыз ғой, біз мақтанышымыз деп жүрміз ғой, енді Абылай деп жаңағы кейінгі біздің ұрандайтын да кеше көшпенділерімізде Абылай деп ұрандап жатырмыз ғой фильміміздің ішінде. Сонда біз өзімізше ұрандап жатсақ, жаңағы орысша да басқа болып, ағылшынша да басқа болып жүрсе, біз енді нағыз күлкілі сонда боламыз ғой. Мен осы кейде маған осындай ой келеді. Осы енді көп тарап кетті ғой. Бұл қазір біз қағаз жүзінде таратып жатқандарымыз өз алдына. Бұл енді қазір ғаламторда электронды нұсқаларымен өте үлкен сатылымда және бірнеше сайттар сатып отыр бұны. Енді ол кеткен, оны тарағаны соншалық қайтып кері қайтарып алу мүмкін емес. Сол омның өзін қайтарып алу оңай емес. Мүмкін емес. Енді соған ағылшын тіліндегі оқырмандардың да жазғандарын қарап отырмын. Сонда біреу жазыпты, бұл не болып жатыр өзі мынаның ішінде дейді. Кіммен кім соғысып жатыр және не болып жатыр дейді. Сонда сюжеттердің өзінің түсініксіз болып кеткен. Соншама енді аласапыран болған соншалық, енді жаңағы орысшасында жаңағы со всех сторон жаңағы давит, но по сей день существует, никак не исчезнуть с лица земли, жер бетінен құрып кетпей қалай отыр, мынаға қашан құрайды деп отырып жазып отыр ғой. Солай, неге жер басып жүр деп соған дейін келтіріп отыр ғой. Қазақ тілінде бұл біздің халқымыз құрып, неше құрып кете жаздаса да аман қалған деген сөйтіп басталушы еді. Жаңағы Ілияс Есенберлин өзі солай жазды. Біздің қазақ халқы талай рет құрып кете жаздап аман қалған деген де соны ол анау кісілер неге аман қалды өзі деп өкінішпен. Травит дейді, кому не лень дейді. Сонда қараңыз, кім болса, кім жаңағы ерінбеген адам осы ермек қылып қазақты жаңағы жоқ қылумен айналысып отыр да. Сонда көрдіңіз ба? Біз оқып отырмыз. Сонда енді біздің енді қарнымыз ашып отырғаны бірінші жаңағы Ғаппас ағам айтқандай бірінші жылы осындай сол бірінші шығарма мақала, зерттеу мақаласы жарық көргеннен кейін бізде жазушылар одағы бар емес па, бізде бір зиялы қауым бар емес па, оқырман қауым бар емес па, ол мен тоқтамай шырылдай бергеннен одан не өзгереді? Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деген сияқты. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой сөзіңізде. Рахманқұл Бердібай ағам, енді мен сол кезде Түркістанда сабақ беріп жүрдім. Сол кезде ол кісі де өзі мына жаңағы сол кездерде мына аяғын жарақаттап алып, сөйтіп төсектарда жатып қалды ол кісі. Сонда айтушы еді, осыдан мен тұрсам, күшім жеткенше мына қазақтың зиялыларын сенің мына жазып отқан еңбегіңе жинаймын, мен қазақтың зиялыларын жинаймын деп отыр еді. Ол енді бұйырмады, кетті. Енді одан кейінде қанша адам оқып біліп отыр ғой, үндемей ғана. Мысалы, оған не деуге болады? Ал енді осы жерде бір әңгіменің ауанын сәл алыстан қарап, мысалы жалпы көшпенділерден кішкене алыстан қарап барып сұрақ қояйықшы. Мына Қазақстандағы аударма мәселесі. Аударма дегенде орыс тілінен қазақ тіліне әрқашан жақсы аударылған, қай заманда болсын, осы 20 ғасырда
қазақ тілінен орыс тіліне немесе мынау көшпенділер Чаракаевтың аудармасы бойынша орыс тілінен ағылшыншаға аударылып тұр ғой. Енді жалпы аударма мәселесі, соны аудару мәселесі қалай деп ойлайсыз? Жалпы өзіңіздің осы аудармаға қалай келдіңіз? Мамандық таңдау ғой енді. Сол туралы бір бүгінгі жағдай деген сияқты осы туралы бір айтып өтейікші. Мен енді бұл аударма деген мамандықты арнайы оқыған жоқпын, бірақ өзі мына жұмысымыздың зерттеу саласында өзі адамның мына зерттеу деген нәрсе, ғылыми жұмыс деген нәрсе, осы бір тақырыптың төңірегінде не бар, соны бір түгелдеп қарап отырып, сол жерге не жетіспей тұр, соны алып келу ғой енді. Сол тұрғыдан осы ең бірінші осы енді қазақ тілінің мына бізді қазақты әлемге танытатын Абайдан бастап осы аудармалары қалай болып тұр екен деп өзім қызығушылықпенен соны ағылшын тіліндегі аудармаларын қолыма алып көрдім де, орыс тілі арқылы жасалып тұрғандарына ойпырмай, бұлай мынау былай кетіп қапты, мынау былай кетіп қапты деп жүріп, соменен бәрін тастап, мен енді осы мынау Абайдың аудармаларын алып шығайын, мынау ағылшын тілінде жаңағы дұрыс жетпей жатқан жерлерін түпнұсқадан аударылғанда былай болады екен ау деген сияқты бір сондай ойлармен жүрген кезде өзі мына есімдер деген мәселе шықты алдымнан. Ол былай болды. Жаңа сіз қалай келдіңіз дегеннен шығады. Жаңағы Яссауи университетінде дәріс беріп жүрген кезімде енді осы мына күнделікті сабақ бергеннен деп адам жаңағы шығармашылыққа, ғылымға толығымен бір өзін арнап кете алмайды. Сондықтан бір сол кезде бір мүмкіндік берді. 1 жылдық, енді аспирантура деген жоқ болатын, ол кезде 2003-2004 жылдары 1 жылдық маған шығармашылық үзіліс берді. Сол кезде бірақ аспиранттың стипендиясымен берді. Сол кезде мына туркология деген журналды ашқан Шәкір Ыбыраев деген профессор белгілі ағамыз, мен енді ағылшын тілі маманы болғандықтан бір көмегің тисін, бізге көмегің тисін, мына журналдағы, туркология журналындағы мақалалардың ағылшынша бір мақалаларды ашатын бір не берсең, жаңа абстракт дейді ағылшынша, түйіндемесін жазып берсең бізге, және бізден де саған көмек болады, сен қазір жаңағы стипендиямен жүрсің ғой деп. Солай мен оған келістім, өзімнің ана жаңағы көкейімден жатқан жаңағы нәрселерге жақын болғандықтан сонымен қолға ала қойдым. Соменен оны туркология болғаннан кейін оның ішінде жаңағы соған түркі жұртынан есімдер кездесті ғой. Орхон Енисей деген жазуды қалай жазсам екен деп. Өзім жазғанымменен, ағылшынша жазғанымменен осы есімді қалай мен басқа ағылшын тіліндегі материалдарменен бір ізділік бар ма екен деп іздедім. Сол кезде бір ізділік болмай шықты. Ана Құзбасындағы аңшының зары деген Мұхтар Шахановпен Шыңғыс Айтматовтың Шыңғыс Айтматовтың диалогында, белгілі кітабында да осы бірнеше жерде қолданылады екен. Оның өзінде сол екі түрлі болып шықты ма, сол кітаптың өзінде де жаңағыдай атаулар, жаңағы Жамбыл деген атау біресе жаңағы I-мен, біресе Y-мен, біресе жаңағы J-мен, біресе ZH-пен солай әртүрлі жазылып тұр екен. Мен таң қала бастадым. Біз енді қанша дегенменен жаңағы кеңестік 91 жылы бітірдім мен университетті. Кеңестік дәуірде біздің кітапта деген қате болмайды ғой. Бір жерде кітаптан қате көру деген ол біздің ол деген кітап деген бізге сондай бір қасиетті, ол кітап деген нәрседе қате болады екен, не болмаса жаңағыдай әркелік болады екен. Мүмкін емес жағдай ғой біз үшін. Сөйтіп жаңағы мен таң қала бастадым, бір кітаптың ішінде неге 2-3 түрлі жазылып тұр деп. Сөйтіп бұл қалай болды бұл деп мен енді сол қызыға бастадым ағылшын тіліндегі есімден жазылып тұрғанына. Мен сол жаңағы стипендияға қарап жүрген кезімде әкем өзінің пенсиясын тие берсін, марқұм әкем Мақсұт, атын атап айтайыншы. Қызым, сен стипендияңа қарап жүрсің ғой, саған көмегім болсын деп өзінің пенсиясын беріп маған.
мына кочевники деген сонда басылымды соны әкемнің пенсиясына сатып алдым, берген маған әкемнен сыйлық болып қалсыншы деп. Мына дүкенде әдемі мінекей мынандай сырттары сондай әдемі көркем, осы 3 кітап қатарымен жүреді. Міне мына қазақшасы, орысшасы, ағылшыншасы. Я, осы бұны жаңа дүкендер подарочный деп сатады. Сыйлауға бір әдемі сондай, соны бұны мен сондай қуандым мына сыйлыққа. Сөйттім де менің жаңағы іздеп жүрген жұмысыма бұл нағыз керек кітап болды. Бүкіл қазақтың есімі мынаның ішінде тұр ғой. Қалай жаңағы жазылып тұрғаны, ода жер су аты бар ма, кісі аты бар ма, жаңағы біздің ұлттық реалии деп айтады, бір ұлтқа тән атаулар, көкпар, домбыра деген сияқты. Соның не барлығы осының ішінде қамтылған ғой деп мен оған кәдімгідей қуандым. Бұның алдында мен Назарбаевтың кітаптарын қарағанмын, елбасының. Сонда енді ол кісінің еңбегін аударып жатқанды ол қате кетпейтін шығар деп, оның ішінде де бір жерде Шымкент, бір жерде Чимкент болып сондай, оның ішінен не шықты. Бір жерде Алматы, бір жерде Алматы, Караганды. Бұл әлі осы күнге дейін келе жатыр. Сонымен енді бұл қой, енді жаңағы мен бұны ретке келтірмесем, кім біреу істеп бере ма? Бір сүйенетін құрал жоқ екен. Ереже дегенді бірінші іздейсің ғой енді. Бірінші кезекте инструкция, ереже бар ма? Сүйеніп жазатын. Нұсқаулық, я болмаса бір ереже. Сөйтсек біздің тіл заңында 19-шы бапта бар екен, мына атаулардың шетел тілдерінде ережеге сәйкес жазылу керек деген. Бізде тіл заңымызда бап тұр. Бап тұр, бірақ бірізділік жоқ. Ереже жоқ. Ережеге сәйкес жазылу керек дейді, бірақ ереже жоқ, бап бар. Сонымен ойбай, мынау сонда ережені енді жасайықта деп бірден соған мен кірісіп кеттім енді. Сонымен жаңағы жұмысыма сүйеу болады ғой деп мына кітаптың ішінен есімдерді көріп отырмын ғой. Есімдерді көріп отқанда енді жаңағы қазақта қуырдақтың көкесін сонда түйе сойғанда көресің деген осы болды. Мына кітаптың ішінде жаңағы басынан бастап қарап отырғанда бұлай жаңағы бірізділіктің жоқ екен бірден көзге түсті. Ол есім деген бұлай тұрсын жаңағы мазмұн. Есім деген бір жерде бар, бір жерде жоқ, бір жерде тіптен кітаптың ішінде жоқ есімдер қосылған. Ресейден ең алғаш арақ ішімдіктің келгенін суреттеп жатыр Есенберлин. Сонда жаңағы біздің кей қазақтар соған жаңағы тойып алып, жаңағы масайрап, көңілді болғанын жазып жатыр. Бірақ анау қызық болмай қалған болу керек Семашкоға, аудармашыға. Соған Қирабай деген есім қосады. Қирабай деген ойдан шығарып есімді қосады да, соменен жаңағы жан-жағын қиратады, атына сай қылып, жаңағына бұрын соңды көрмеген жаңағы нәрсені ішіп алды да, енді соның жан-жағын қиратады. Осындай жерлерде жаңағыдай жоқ есімдер пайда болады. Көрдіңіз бе? Кейбір өзінің есімдері бар жерінде ол жоқ болып кетеді. Енді авторизованный перевод деген мен аударылды деп жазылып тұр ғой. Ол енді авторизованный перевод деген не нәрсе деген кезде ол ондай жаңағы білгеніңді үстінен есімдер қосуға болмайды. Жоқ, оған еш нәрсе де қосуға болмайды. Ол авторизованный перевод деген кезде сенің бар қолына жасай алатының, мысалға бір қойылымға ыңғайлап, мына оқиғаны бірінші жіберіп, одан кейін мына оқиғаны келейік деген сияқты, ол бір сондай ғана бір жаңағы ниет дұрыс болу керек. Онда да мынандай нәрсеменен ғана сондай ғана жаңағы авторлық жаңағы қатынаса алады, өзінің жаңағыдай сондай ғана өзгерістерін жасай алады. Оның үшін аласапыран қылып жаңағыдай мынандай білгенін жасауға ол жаңағы авторизованный перевод деген нәрсе болмайды ғой. Мүмкіндік бермейді. Енді осы жерде тағы да 21 түрлі тұжырым жасаған екенсіз, осы аударманың жаңсақтыққа байланысты. Соның ішінде көптеген реалий сөздердің мағынасы ашылмайды деп бір тұжырым жасаған екенсіз. Осы туралы бір айтып өтіңізші. Ал енді қазіргі аударманың қал ахуалы қалай дегенде, бұл аса бір жетістікке жетіп кеттік деген бұл жерде де мәселе жоқ. Себебі бізде біріншіден мына аударма мамандығында оқып отырған студенттер көбінесе мына ақпараттық тілдің
ақпараттық тілді өзі мына екіге бөлінеді, ақпарат тілі мен көркем аударма тілі жалпы екіге бөлген кезде соның ақпараттық информация беретін ғана жағын ғана жасай алады да аудармадан, а мынау көркем шығарманың тіліне келген кезде олар қозғала алмайды, ақсайды кәдімгідей. Тіптен осы мына көшпенділердің мен енді менің зерттеп жүрген салам болғаннан кейін кейде өздеріне мен мақалалармен танысады, сосын өздеріне мынаны енді өздерің де осылай қандай талдап көріңдерші, мінекей мына бір абзацты не болмаса мына жерді бір бетті оқып танысыңдар деймін. Сол кезде мен ең бірінші қазір осы оқып шыққаннан кейін бір бетті қандай сөздерді түсінбейсіңдер қазақша деп соны жаздырсам, тізіміні ұзартып ұзын тізімдер шығады ғой. Мына бір бетте қазақша оларға шетел тілі сияқты. Соның ішінде кәдімгі қарапайым жаңағы егде тартқан деген сөз түсінбейді екен біздің балалар. Шылбыр деген сөз түсінбейді екен. Сонда кәдімгі күнделікті кешегі қазаққа белгілі болған өзі. 80-90 жыл, 2000 жыл. Енді ат әбзелі деген нәрсені де қарап отырса білу керек қой, енді астына мініп қазір соны шауып жүрмесе де. Енді ат әбзелі деген жерде тұр ғой, шылбыр жаңағы. Сонда кәдімгі осындай қарапайым сөздерді білмегенде, мен сонда бұл енді біз қайда барамыз деген бір ой келеді. Сонда біздің аударма мамандығында отырған жаңағы жастарымыз тек қана ақпараттың тілімен ғана, оны ақпараттың тілінің өзін жаңағы біздің енді жаңағы ненің аударманың мынандай екі түрі бар. Ағылшыншасы жаңағы cat mat деп айтылатын. Жаңағы мәті бұл machine assisted translation деген нәрсе. Бұл жаңағы машинаның көмегіне, яғни мына техниканың көмегіне сүйеніп жасалатын. Ал cat деген компьютердің өзі жасайтын. Сондағы компьютер assisted деп айтылады. Google Translate'іміз қайсы? Машина неге жатады ол? Google Translate машина аудармаға жатады. Ал компьютер assisted деген ол жаңағы бұл бағдарламаларменен, мысалға арнайы бағдарламалар болады, жаңағы онда традус аттары бар. Ол бағдарламалар арнайы жаңағы аудармашылар жұмыс істейді онымен. Бұл жақсы, бұнымен жұмыс істеп үйренген адамға ол жақсы. Бізді жаңағы құртып бара жатқан мына machine translation дегені жаңағы. Мына Google-дегі аудармалар. Бұл енді қалай? Бірінші бізде сосын жаңағы орысшадан жақсы шығады аударма деген сенім бар да. Сөйтеді орысша мәтінді алып, соған салып жіберіп, қазірдің өзінде мінекей мен қолыма кездейсоқ тиіп қалды Әлібек Асқардың Өр Алтай мен қайтейін биігіңді деген романының ағылшын тіліндегі аудармасын жаңағы маған мына баспаға кетіп бара жатыр, бір көз қырыңды салып жіберші деген кезде қараған кезімде сондай бір сұмдықтарды көрдім мынаның ішінде. Жаңағы мысалға телевизор істемей тұр дегенді жаңағы неге салғанда аудармаға, сондағы телевизор деген он не работает қой. Жаңағы несінде ағылшыншасында he боп жаңағы ер адам жұмыс істемейтін боп сондай анадағы тексеріп те үлгермеген да, енді бір жағынан уақыт қысатын шығар, екінші жағынан жаңағы бір ақшаның ізіне түсіп кеткендік бар ма, үшінші жағынан біз мамандарды таба алмаймыз ба, төртінші жағынан біздің жаңағы өзіміздің жаңағы мәдениетіміз, жаңағы адами құндылық деген нәрсені бірінші қою, өзіміздің ұлттың приоритет бірінші мына ұлттық құндылықты жоғары қою деген нәрселерге біз жете алмай, мына жастарымыз осы қолдарында осы істі атқарып жатқандар соған жете алмай жатырмыз ба? Енді осындай себептері бар болу керек. Қазіргі аудармамызда бір анау айтқандай мәз емес.